Әрдайым жадырап жайнап күліп ойнап бақытты сәттеріміз осылай күніге тойлап жүре беріңіздер. Біз енді тілегіміздің көшін үлкен құрметпен айналайын адалар, жақсыны барып жағалар, халқына кеткен қызметін паш еткен халқын бағалар. Осы қуаныштың төрінен орын алған құдаларды жалпы наймандар бағалар, елге кеткен қызметін ел бағалаған алаштың ардақтысы біздің ағамыз. Осы қуаныштың иесі үлкен құрметпен Мақсұт ағамызды ұсынсам. Құтты болсын аға. Өзіңіз бастаңыз. Енді біз әрмен қарай ағамыздан кейін тілегіміздің көшін батырда туған анадан, ақында туған анадан, ананың биік тұғыры анадан туған бар адам, пайғамбарымыз Мұхаммед ананы құрмет санаған, осы Айман анамыз үшін бір жақсылық қол соғайық, жалпы ағайын көшін деп жарылған тегіз ағайын. Ағайын тілектер өзіңіз ардайын тұрғаныңыз керек. Рахмет, аманда жолдас. Жалпы бүгінгі жаңа құдалар, төле шыққандарымыз құтты болсын, қадамдарымыз құт берекелі болсын, әрқайсымыздың шаңырақтарымызда қызықшылық той болсын. Осы құдалыққа жиналып отырған барлық ағайын, туыс, бауыр, дос жарандар барлықтарыңызға рахметімді айтамын, басымды айтамын. Бүгінгі біздің құдалығымыз сіздердің үйлеріңізде де болып, сіздердің үйлеріңізде де қызықшылық той бола берсін. Көргеніміз тек қана жақсылық той болсын, екі жасымыз бақытты болсын. Рахмет. Енді осы құдамызбен құда дейміз, осы қуаныш иесі Мақсұт ағамызбен Айман жеңгеміз керемет тілек арнады ағайын. Осы Мақсұт деген есім ағайын, негізі керемет есім екен. Жаңа осы шаға келіп жатқан кезде мен Мақсұт деген есімді зерттедім. Бұл Мақсұт деген есім ежелгі грек тілінен аударған кезде Айман деген мағына береді екен ба ағайын? Шынымен сол зерттеуді жайында. Енді осы қазақ дәстүр салты бойынша құдаларымыз, құдағиларымыз тілек арнағаннан кейін төс қағысу деген рәсім бар. Бұл төс қағысқан кезде құдалықтың мөрі басылады деген бар ағайын. Сондықтан құдалар бір ек қадам алдыға шығыңыз. Енді мынау қанатты жайайық құдайын. Сіздікі мынау адуаттағыдай болып қалды, сәл көтеріңіз. Жақсылап бір төс қағыс қойыңыздар, қол соғып қойыңыздар. Енді сіздер бет сүйсетін боласыздар. Ниет қылайық, қанша немере сүйгілеріңіз келеді, сол және бетінен сүйгіздер. Біз санап отырайық, біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау. Мақсұтаға әпшемен жақындамасаңыз кетіп барады. Анамыз ашыратып алды. Енді бұл кісілердің өздері тұрмағаны сүйе береді ғой енді апа. Енді Алла насып қыла берсін. Осы жастардың басы ағайын бүгін бір басы екеу болды. Екі аяғы төртеу болды. Алла қаласа келер жылы сол төрт аяқ алты аяқ болсын. Дүниеге сәби келсін деп жатырмын. Амин. Арғы жылы сол алты аяқ сегіз аяқ болсын көке. Одан арғы жылы сол жастарымыздың аяғы 10 жылдан кейін 40 аяқ болсын деп Енді азаттамайын жастардың тұла бойы тұңғыштары, алғашқы перзенттері
ұл болады секілді. Amin. Немесе қыз болады, екеуінің біреуі. Қойғықты болсын. Осы 20 жатырмыз жастардың бақыты баянды өмірлері аяулы, құдалық мың жылдық болсын, қуаныш құтты болсын деп бір құттықтап қояйық. Ең болсын, құрамыздың жайғастырайық. Иә, үлкен құрметпен әдемі көңіл күймен жайғастырып қояйық. Жайғастырамыз.